О, құдіретті Зевс, өтінем, менің сөзіме құлақ ашшы, жауап берші маған. Мен өзімнің кім екенімді, қайдан шыққанымды білгім келеді. Менің балам, ұлым менің, Геркулес. Эй, тұра тұр, қайда сығып барасың? Сонша жыл көрмеген әкеңмен осылай амандасқаның ба? Әке? Әкеңнің кім екенін білмейтін бедің? Тосын қалай ер жетіп кеткенсің? Көзіңде анаңдікіндей әдемі ботадай, ал жағың дәл менікіндей екен. Түк түсінсем бұйырмасын. Сіз менің әкем болсаңыз, демек менде... Сен де құдайсың. Құдаймын ба? Мен саған! Ей, шындық іздеп келген екенсің. Онда дәл осы сәт ақиқаттың ашылар шаға. Онда мені неге тастап кеттіңдер? Әлде керексіз болдым ба? Олай емес, балам. Анаң екеуміз сені өлердей жақсы көреміз. Бізден сені біреу ұрлап әкетіп, қарапайым пендеге айналдырып жіберген. Ал Олимпте тек құдайлар тұрады. Сіз ештеңе істей алмайсыз ба? Жоқ, Геркулес, бірақ сен істей аласың. Рас па? Не істейін? Мен бәріне дайынмын. Иә, Геркулес, егер шын батыр екеніңді дәлелдесең, құдайларға орала аласың. Батыр болу ма? Керемет. Ал маған шын батыр болу үшін не істеу керек? Әуелі Филактетті іздеп табасың. Ол батырлардың бапкері. Филактетті іздеп табу. Жарайды. Сәл сабыр ете тұр. Айтпақшы, есіме түсті. Бірақ ұмытып қалған шығарсың. Кезінде екеуің жақсы дос болатынсыңдар. Менің пырағым! Бұл енді керемет ат. Өзі сондай ақылда. Мен Филактетті іздеп табам, сосын батырға айналам. Жарайсың, балам. Сіз әлі мақтанатын боласыз. Жолың болсын, балам. Мақсатым да көп, оған да жетемін, бір күнімде. Қарсалар ертең, анығын сұрап, бәрін де білемін, батыр боламын мен елге таныс ерлігім. Осы жер екеніне сенімдісің бе?